байрағын желбіретіп бір орданың, бісміллә тұлпарымдай тұмарладым. Бармысың шымкенттік бауырларым, өзбекше айтқан кезде жігерлерім. Ақыры аман есен жолықтық ау, түскен айда қастерлі Құран кәрім. Көктемменен оразан қатар келіп, жіңішкеріп жатырма жуандарың. Не де болса ниетің қабыл болсын, қораздан ерте тұрған қырандарым. Қиғулап қолдап отсаң бүгін мені, қарсылас кім болса да қырам бәрін. Кеш айтпақшы сіздермен ерекше ғып, қалай амандасуды біле алмадым. Түніменен ойланып осы жайлы, төртке дейін көзімді іле алмадым. Бұдан асқан болмас деп ақырында, әссәләм алейкум деп жырарнадым. Өйткені әссәләм Аллаты ғой, болмасын бұған ешбір күмәндарың. Амандығын сұрауға мұсылманның, атынан артық не бар бір Алланың. Әкикәтім, әкикәтім. Ағайын отырсаңдар тыңдап енді, берейін болған істі жырлап енді. Былтырғы күміс домбыран айтар болсам, бар қызықтың көкесі шымда болды. 16 ақын таласып бір күміске, дәл осы сақынаңды жырға көмді. Соңында жарқыраған жарықтықты төрт бірдей алтыны бар сырға берді. Бұл біздің Шымкенттің кең пейілі, күмісті Бек Сұлтандай ұлға берді. 3 рет ұтып ал деп әуре қылмай, 1 рет алғаннан ақ шынға берді. Келді деп Қызылорданың есілері, күмістейтін жүлделі несібені. Өткенде күміс домбыраны, ол рас Бек Сұлтанға қосып еді. Ағайын өзің қолдап отырсаңдар, оңтүстікте қалдырам осы жолы. Жаратқан жар бола көр енді маған, оразада тыйылып 10 күнәден. 2 жыл қатыспап ем бұл күміске, болған соң тағдыр солай жол бұралаң. Ағайын маған артқан сенімдерің мен үшін артық күміс домбырадан. 2 жыл араға сап келген кезде ешкімді аямайдау енді балаң. Алла медет өздерің демеп тұрсаң, сескеніп тұрған жоқпын мен мынадан. Қысқасы не айтсаң да жауап берем, сағынада жырым мен бомбы жарам. Қай жағымнан шабуыл жасасаң да, қалғанша шайқасамын соңғы қадам. Бірақта сен бүлдіріп барлығында, демесең болды әйтеуір жолды жабам. Атакаңның барлығын ұмытып қап, ештең айтпай қоймасаң болды маған. Әкикәтім, әкикәтім. Ердәулетті жеңсемде болды маған, тарихтан алып келіп мол мұрадан. Аузынан шыққан сөзді естідіңдер, айтысқа бастым дейме соңғы қадам.
Өз айтқандай расында болып тұр ғой, бірнеше ағам бүгін жол құраған. Ағатай өзің жаңа айтқаныңдай тоғызы тілден дейді 10 күнәдан. Ал ендеше құттықтай беріңіздер, Ердәулетте бүгінше соңғы қадам. Қазақтың әр баласын жат қылмайтын, ақ қардай көңілінде дақ тұрмайтын. Ассалаумағалейкум шырайлы өлкем. Ассалаумағалейкум шырайлы өлкем. Айтыссыз ақ таңдарын аттырмайтын. Жер бетін жет айналып келсем дағы, өздеріңдей көрермен таптырмайтын. Әйтпесе жамандар көп басқа кезде, ақындар қатты айтады деп жақтырмайтын. Аузына өлеңшінің қақпақ болған, кей жаманның басында бақ тұрмайтын. Солар неге Шымкенттен үлгі алмайды, ұл өнерді ардақтап дат қылмайтын. Рамазан айында да айтыс қылып, ақындардың аузын жаптырмайтын. Алмағаным рас болса бекер білім, көз жетпеген жерлерге жетер жырым. Бейсенбайдай тұлғаны ұлықтауға белімді буып келдім бекем бүгін. Ғылымның атасы деп Бейсекеңнің жырлайын жасап кеткен көп ерлігін. Жоғары оқу орнына мектептен түлеп ұшқан түлектердің жоғары оқу орнына өтер күнін емтихан деп айтады білесіңдер, сол жайында сыр шертіп кетем бүгін. Емтиханға қабылдап шәкірттерді Бейсенбай ұстаз болған көкем бұрын. Бір баланың көзінен жалын көріп, байқапты биіктерге жетерлігін. Мен саған ауыр міндет жүктеймін деп, мен саған ауыр міндет жүктеймін деп, сол кездері шәкірттей көтерді ұлын. Сол шәкірті Мағауин Мұхтар еді. Мұхтардың да білеміз көп ерлігін. Бейсекең сол Мұхтарға қазағымның әдебиет пен тарихын зерттеуді үміт қылып арқалатқан екен бұрын. Танысам тарихым мен әдебиетті, солардың еңбегі деп өтем бүгін. Бейсекең мен Мұхтардай аталардың жанына жәннат болсын мекен бүгін. Теңіз дәмі білінген тамшысынан Мұхтардың да білеміз тек ерлігін. Шәкіртінен көрініп тұрған жоқ па Бейсекең қандай тұлға екендігін. Менің емес сөзімнің салмағына мән берсеңдер ішінде бармағына. Айттым ғой Бейсекең мен Мұхтар жайлы тарихтан ой келтіріп алдарыңа. Ердәулет ағамыз да ұстаз еді, шәкірттерін жинаған жан жағына. Бірақ та Бейсекеңдей еңбек қылмайы, әйтеуір арзан сөзді арнады ма. Мұхтардай мықты шәкірт шығармай ма сөзімнің тоқталайын дәңгәліне. Мықты шәкірт шығару бұлай тұрсын, мәз болып жүр айлығын алғанына. Тыңдадық қой сіздің жаңа. Сен бала дәл осылай шыжбыңдама. Мықты шәкірт шығармадың деп қалдың ба? Сен олай сахнада тыржыңдама. Нұрмұхаммедтің өзінде ұшырып жіберген Қараутауда оқитын біздің бала. Жаңағы Әлиді сен көрмедің бе? Дәл сол Әли баламыз біздің бала.
болар сөзімді ұққаныңа. Болмайды сахнада бұққаныңда. Жаңағы әлидің сол екпінін дұрыс болар өзіңде тұтқаныңда. Өзіңде бір өкініп кетер едің, әлидей шәкіртімізбен шыққаныңда. Әгигәгім, әгигәгім, ай. Қазағым қашаннан ақ бұл едіңдер, тек қана бір құдайға құл едіңдер. Құлшылық қылсаңдар да қаншадағы дәстүрден аттамаған түр едіңдер. Қос ішекті домбыра қолың алсаң, бір ішектей айғауыз біледіңдер. Әміре боп ән салсаң әуелетіп, бір кезде Парижде де пір едіңдер. Алайда соңғы жылдар сол аспапқа көбейді ғой тиісіп тірелулер. Қай бір жыл домбыраны харам деген бір сөз қатты қап қойды жүрегімдел. Қалай ғана болады қаралауға, талай рет сүйенгенде тірегім қол. Нағыз қазақ домбыра деп жырлаған, ол аз болса қадірдің тілегін көр. Қысқасы әлгі сөзді айтқан жандар қайдан шыққан сұмырай сұм едіңдер. Домбыра дегеніміз қазақ болса, қазақты харам дейтін кім едіңдер? Әгигәгім, әгигәгім. Балаға айтпайыншы сөзімді сап, тыңдап отыр сөзімді төзімді сап. Тиегім алға қарай шыға берді, тұп-тура айтыстағы өзім құсап. Айналайын балапан жын ұрыппен, айтысқа шыққан кезде суыныппен. Елорданың атынан шығып тұрысың, айтыста түрлі әуеңбен құбылыппен. Негізі Маңғыстаудың баласысың, сөзіммен айналайын шын ұғыппен. Елорданың атынан шығатында есілдің жағасында жуыныппен. Астананы немене қорғайтындай бәйтеректің басында туылыппен. Батыстан шауып келген шақырғанда, не дейін ер сұлтандай ақылманға. Осы сендер қай жаққа барсаңдар да әзір боп тұрасыңдар тақылдауға. Батыстай батыр елден кеп тұрмыз деп, әйтеуір әзірсіңдер ақ ұрғанға. Әрине қызуқанды халықсыңдар, ел үшін қарсы тұрған нөпір жауға. Бірақта бізде батыр, бізде де бірақ батыр аз емес қой. Айбат шегер дұшпанға атылғанда. Мысалы алпамыстың туған жерін қорқақ деп айтатындай дәтің бар ма? Енді неге тек батыс батыр ғой деп дайын боп тұрасыңдар тақылдауға? Осыған жауап берші елтүр ер сұлтан жан. Тек сонда батыстықтар батырлар ма? Кезінде бұрынғы бабалардың кезінде де солар ғана жауына атылған ба? Сол кезде қалғандар қамыр илеп қатынының қасында отырған ба? Әгигәгім, әгигәгім. Ереке қаяу салма аз көңілге, бұл өзі қуанышты мәз дедім бе?
жақсы ойларды айтар десем, салатының ерекше саз дедің бе? Ей, неменеге отырсың күйіп пісіп, мен сендерде батырлар аз дедім бе? Ей, Ердәулет жалмекенсің, жаямысың? Сен бүгін тұғырыңнан таямысың? Қол алған Ислам Әли шәкіртім деп өтірік деректерді жаямысың? Ол Аян ағамыздың шәкірт еді. Біреудің нанын жеме, әй арысым. Өзің неге басқа шәкірт шығармайсың? Ислам Әли финал жаққа таяды шын. Аянның абыройына ортақтасып, сен бүгін тұғырыңнан таямысың? Аян деген досың ғой жаныңдағы, көмектерін көп беріп таяды шын. Ей, Аян саған көп нәрсе берген екен, ал сен не бер аласың Аян үшін? Ей, Ереке финал жақты көздедің бе? Таусылып бара жатыр өз деміңде. Тақырыпқа қатысы жоқ заттарды айтып, айтысты тым басқаша сезгенің бе? Шаппа-шап жақынырақ айтыссаңшы, бұлайша алыс қырды кезгенің бе? Ей, бағанағы қиналып айтып жатқан, кешегі жазып жүрген сөздерің бе? Ердәулет жайлап жауап беріп түйіндей ғой. Ер сұлтан отыр менің сол жағымда, ағылып сөйлегендей алдарыңда. Ол тек Аянның бауырым шәкірті деп, мынау елді бауырым алдадың ба? Ол рас, біздерде ұстаз едік, тым биік бола білген талғамымда. Сенбесең, мынау қасымдағыдан сұрап көргін, бастығым отыр менің оң жағымда. Шымкент саған құшақ айқарады, сен құсап өлеңінде айталады. Ол Аянның шәкірті деп сол Әлиді, сендегі сөзде іштарлық байқалады. Бәріміздің шәкіртіміз боп келеді, семен шықса сені де қайтарады. Бұйырса болашағы жарқын оның, ағалардай ол өлең айталады. Әзірге біздің шәкірт болып жүріп, Алталаштың ұлына айналады. Әкикәкім, әкикәкім, күміс домбыра алсақ дейміз, шабар мекен бағудан, алтынға да барсақ дейміз, жылына ма жан одан. Айналаға жыр сеппейміз, хәлге жетсе қалаған. Бізде неге бір шертпейміз, ап жатыр ғой парадам. Бір жанның бұйрығы қымбат, қажының мейірімі қымбат. Әкімнің ақынға деген беретін сыйлығы қымбат. Әужеке көңілің қымбат,
Ау бекек сенімің қымбат, осында Маржан апам бар. Мен үшін өмірің қымбат, Еркебұлан ұстазым еді, ең ұлы қымбат. Шумағыңның бардай құны, күлмеш кімге жоғардан. Ер жігіттің ардай құны, елі жерін әр алған. Бәрі қалар артыңызда, сәт келгенде алар жан. Күміс алтын асылыңда, қымбат емес адамнан. Бастықтың бұйрығы қымбат, қажының мейірімі қымбат, әкімнің дайындаған ағынға сыйлығы қымбат. Шымкенттей өңірім қымбат, Восток пен Северім қымбат. Ауылдас ағайын достар, артылған сенімің қымбат. Шүлдемес жүректен берген орының қымбат. Бәрекелді, рахмет. Болды, Ерсұлтан. Ей, бауырым бұйырсыншы. Ей, басыңа бұйырсыншы, бауырым бақ. Осындай әндеріңмен тағылым тап. Бәрі қымбат деп әнге салдың. Ендеше бұл сөздермен тағылым тап. Арас осы жерде ағайындар, Ердәулеттен басқаның бәрі қымбат. Жақсы, рахмет. Болды, Ердәулет. Қаладың ау Ердәулетпен жолыққанда, емеңіз сөздер таппай солып қалды. Ердәулеттен басқаның бәрі қымбат дегеніңіз жүректе қалып қалды. Дәл мына шумақты айтпау керек еді, осы ойың сәл арзандау, ей шіркін болып қалды. Жақсы, рахмет. Бәрекелді, қошеметтеп қойыңыздар. Түркістан мен Астананың ақындары айтыс жасады. Айтысты бастаған бер жағында отырған Түркістан облысының жүйрігі Ердәулет Ибраевқа қазылар Бегар Шойбек, Еркебұлан Қайназар көтерді. Ерсұлтан Аушанов Астана жеңді дегендеріңіз. Аманжол ағамыз, Кәрим апамыз, Нұрмат ағамыз. Сонымен 3 қазының шешімімен Ерсұлтан Аушанов Астана айтыстың келесі кезеңін өтті.